ғалым Доскен бүтін мәдениетке жұтылып бара жатқан қазақ жастарын эстрадамен реттеп алған соң, жастық шақтары 1965-85 жылдар өткен аға буынды да ұмытқан жоқ. Олардың сағынышын басу үшін сағыныш ретро әндері деген тағы бір жобаны іске қосты. Аталмыш жылдары қазақ жұртын әдемі әндермен тербеген даңқты композиторлардың хит әндерін жаңа әншілерге қайтадан орындатып, сахнаға шығарды. Сағынышқа асыққан аға буын республика сарайын жарып жіберуге шақ қалды. Әсіресе өте танымал әндерді бүкіл зал әншімен бірге қосыла шырқағанда аудитория бейне бір бұлттың үстінде қалқып жүргендей күй кешті. Бұдан соң дәстүрлі ән тыңдамаса құлағының құрышы қанбайтын қазақтарға көңіл бөлді. Олар үшін Әнжу Маржан деген арнайы жоба жасап, 2005 жылдың көктемінде ән құмар халықты республика сарайына тағы жинады. Батыстың, Арқаның, Жетісудың, Сырдың дәстүрлі әндерін шырқайтын жезтаңдай әншілерді Қазақстанның түкпір-түкпірінен арнайы алдырып, қонақ үйге жатқызып, гонорарын төлеп, арнайы дастархан жайып, құрметтеп шығарып салды. Ал концерттің толық нұсқасы эфирден өтті. 15 жылдан бері мұндай құрмет пен ықыласты тыңдаушыны көрмеген дәстүрлі әншілер көздеріне жас алды. Қазақ халқы ұмытып, алыстай бастаған тағы бір киелі құндылық бар еді. Ол жыр айту және жыр тыңдау өнері. Мына заманда ұзақ уақыт жыр тыңдау мүмкін емес десе де, Әуезов драма театрында Алпамыс батыр жырын бастан аяқ жырлайтын бір шараны және ұйымдастырды. Кезектесіп жырлайтын бірнеше жыршыны әбден дайындап сахнаға шығарды. Бір қызығы, бұл жолда театр толып, аудитория зерікпестен Алпамысты соңына дейін рахаттанып отырып тыңдады. Шараны қолға алардан бұрын бірнеше серігі аға, Алпамыс ең кемі 4 сағатқа созылады. Жұрт 1,5 сағаттан артық отыра алмайды. Қысқартайық, әйтпесе масқара боламыз деп қатты алаңдады. Доскеннің өзі де қобалжып тұрғанмен, тәуекелге бел буып жырды толығымен жырлатты. Қызықтың көкесі соңғы сағаттарда болды. 3 сағат бойы жырдың атмосферасына батып кеткен қалың жұрт соңғы сағатта әруақ десіп шуласып, залдың тұс-тұсынан қиқулап, арқаланып кетті. Қалаға келіп, уақыт тапшылығына ұрынып, барлық нәрсені қысқа қайыруға үйреніп кетті деген қала қазағының өзі Алпамысты тыңдағанда көне заманның қазағы сияқтанып кетті. Қазақтың ұлттық болмысы мен намысы, шабыты мен жігері батырлар жырында жасырын жатқаны осылайша мәлім болды. Бұл 2005 жылы болатын. Қазақ жұрты әліге дейін тамсанып еске алатын 2001-2006 жылдардағы Ақжүніс, Алтын қақпа, Ата жұрт, Алтын сақа, Қыз қуу, Шыңның жүзі, Үзеңгі жолдас, Күлкі және көз жасы сияқты бағдарламалар ғалым Доскеннің миынан қайнап шыққан. Бұдан бөлек қазақ халқының саяси сауатын ашу үшін Мезгіл және Күлтөбе атты саяси сараптамаға негізделген 2 ірі жобаны эфирге шығарды. Мен саясатқа мүлде қызықпаймын, қызықтасам да түсінбеймін деген ең самарқау қазақтың өзі осы 2 бағдарламаны асыға күтіп, тамсана көретін күнге жетті. Қазақ халқының сан салада сауаттанып, мәдени тұғырын нықтап, саяси белсенділігін күшейте бастағаны мысық тілеу топтарға арнаған жоқ. Олар ғалым Доскеннің жұмысын тоқтату үшін арандатудың неше түрін қолданды. Қазақ жұртын оята бастаған таңғажайып бағдарламалар 2006 жылғы
22 сәуірден бастап келмеске кетті. Оның түбіне жеткен сол жылы мәдениет министрі болып тағайындалған Ертісбаев. Бұл министр бір ауыз қазақша білмейтін және саяси ортада Назарбаевтың бұлбұлы деген атпен танылған болатын. Ғалым Доскенді ұлттық арнадан кетірген соң бұл арна жеңіл-желпі ойын-сауық басып қалған құнсыз каналдардың біріне айналды. Ғалым Доскеннің жұмысының жемісті болуы жанына жинаған командасының сапасына да тәуелді еді. Оның қасында сол кезде сайдың тасында іріктелген кілең майталман мамандар шоғырланды. Олардың ең атақтысы Тұрсынжан Шапай, Нұрлан Өнербай, Жұмабай Шаштайұлы, Күлнар Салықбай, Исламбек Тәуекел, Жарқын Шәкәрім, Ақан Әбдуәлі, Сержан Молдасанұлы, Ғалым Боқаш, Болат Мүрсәлім, Қасым Аманжол, Рахат Мамырбек, Бейбіт Ақош, Сәуле Әбидинова, Назира Бердалы сияқты сен тұр, мен атайын деген мықтылар ұйымдаса қимылдады. Бір қызығы, бұл ұжым телеарнадан қуылған сонда мәдени майдандағы күресін тоқтатқан жоқ. Ауызбіршілігі ыдырамаған күйі қазақтың ән, күй, жыр мұрасын насихаттаудың барлық жолын іздеп тапты. Ғалым Доскен көп ұзамай ел деп аталатын продюсерлік орталығын құрды да жұмысын жалғастыра берді. Бұларда тұрақты офисте болмаған ерлердің бірісі қашумен бітеді дегендей, бұл топ үнемі көшіп қонып жүріп қыруар шаруаны жүзеге асырды. Өмірінің көбі кетіп, азы қалған қарт күйшілер мен жыршыларды арнайы оператор мен редактор жіберіп, сапалы аудио мен видеосын жасап алды. Ұлттық арнада жарты сағаттық бағдарлама болып басталған мың күй мен мың ән сияқты хабарлар мемлекеттік деңгейдегі ірі жобаға айналды. Халықтың жадынан өше бастаған ескі әндер мен күйлерді өнерпаздарға қайтадан орындатып, таспаға таңбалап тастады. Тіпті ескі сарынды білетін әжелерді жинап, бесік жыры, сыңсу, жоқтау, беташар сияқты фольклор жинағында мың әнге таңбалап кетті.